жеңістің иесі. Қарсыласы Гаврил Семенов, Якутск, Ресей Федерациясы. Өте тәжірибелі тіс қаққан жауынгер әскери самбодан әлем чемпионатының, әлем кубогының екі мәрте қола жүлденің иегері. Жалпы микс файт дейді. Осында енді әскери самбодан да көптеген халықаралық турнирлердің жеңімпазы атанған жауынгер. Міне айқасымыздың тамаша. Қазір Ұлықбек Қорғанбай қарсыласының ашық тұсынан бір жойқын соққын бағыттап көрді. Оның жанында Гаврил Семенов қазір аяққа ұмтылыс жасады, бірақ Ұлықбек Қорғанбай тамаша тіземен күтіп алған сәт. Осы тұста кімнің күресі мықты? Әрине енді шымкенттік мәмлік еркін күрестің өкілі және толқындыру әдісінің бір шетін шығарған сыңайлы. Жоқ, бір қолы қалып қойды. Семенов қазір мынандай қапастан сытылып шығудың жолын іздейтін болады. Ну, не хватает плотности этому захвату. Понятно, что выйдет Семенов все равно в конце концов. Вытащит сейчас свою голову. Гаврил. Улугбек пока только блокирует дальнейшие действия соперника. Семенов из сайд-контрола поработает. Очень грамотно блокирует еще и одну ногу соперника, не дает ему возможности для того, чтобы оттолкнуться и встать на ноги. Работает по корпусу Гаврил. Для того, чтобы продышаться немного, еще и капу даже вытащил якутский файтер. Локтем в голову. Улугбек много урона принимает. Семенов за спиной. И это тяжелая позиция. По-видимому, выходит на удушающий. И здесь сейчас все должно закончиться. Гаврил Семенов растягивает оппонента. Так и забрал, да, Улугбек вытащил вторую руку. Не дает возможности закрыть уже прием. Все меньше кислорода остается у Улугбека Қорғанбая из Шымкента. Қазір Ұлықбек Қорғанбай үшін өте бір қысылтаяң сәт. Гаврил Семенов мынандай позициядан жібермеуге тырысады қарсыласын. Жоқ, шығып үлгерді Ұлықбек Қорғанбай. Шындығында бұл нағыз бір батыл қимыл көрсеткен сәті болды. Шымкенттік жауынгердің ресейлік файтер біраз таңғалыпта қалған шығар. Мынандай қақпаннан қарсыласының сытылып шығып кеткеніне. Бағана ғана айқас алдындағы сұхбат барысында екі жауынгерде өте жақсы тамаша жоғарғы деңгейдегі айқас көрсетеміз деді. Нақтырақ айтатын болса, Гаврил Семенов қылқындыру әдісімен жеңілдеген болады. Яғни қалың ұйқыға кетесің деп алдын ала болжам жасады. Енді сол дегеніне әскери самбодан Ресей чемпионы, сол чемпионаттың бірінші мәрте жүлдегері Семенов қаншалықты дәлелдей алады. Ну, очень нужная пауза для Улугбека Қорғанбая. Не то чтобы, конечно, он намеренно попал в пах Гаврилу Семенову, но зато восстановился в полной мере. Шымкентский боец продолжает движение, инициирует проход. Опять очень размашистые удары Қорғанбая. Ну, в принципе, Гаврила Семенов тоже заходит под ближнюю, выбрасывает хайкик. Семенов немного пофинтил, проход в ногу, отличное колено у Улугбека Қорғанбая, но по итогу все равно стаскивает его на канвас. Семенов ползет дальше, за спиной оказывается. Попытка так свипануться, да, ничем не завершается для Улугбека Қорғанбая. Жаңа Ұлықбек Қорғанбай тамаша бір әдісті жасаған болатын, яғни... Да, в корпус всаживает мощные удары Семенов, хотя... И тут и дыхание ты сбиваешь, и в конце концов урон наносишь. Все это болезненно, все это чувствует его соперник.
Это все влияет еще и на стамину, на выносливость оппонента. Ползет дальше. Семенов прижимается к Кургумбай и все равно вскакивает. Правда, с точки зрения морально-волевых качеств Кургумбай очень хорош. С двоечкой пошел на соперника. Улықбек Қорғанбайдың құлашта бағыттап жатқан соққыларын Гаврил Семенов барлығын көріп тұр. Енді екі жауынгер де шаршаңқырап қалды. Бірінші раундта біраз күш жігерді сарп етті. Ардақты жанкүйерлер, естеріңізге саламыз, бұл найза жекпе-жек форматында өтіп жатқан турнир. Осы терезесі тең дәрежедегі қарсыластар өзара айқасу арқылы найза лигасының негізгі картына өтуге үлкен мүмкіндіктер алады. Әсіресе бұл жастарға өте жақсы мүмкіндік. Енді Гаврил Семеновтың жасы 33-те. Бұл салмақ дәрежесі үшін әрине жауынгер бәлкім Зениттің де жасына таяп қалды деп айта жатар. Дегенмен әлі де бір атары бар жігіттер жалындап тұрған осы орда бұзар жасқа келген жігіттерге де бұл да бір жақсы мүмкіндік. Сондықтан екі тарап қазір екінші раунд барысында кім мықты деген сұрақтың жауабын табады. Бірінші раундта Семеновтың өте бір жақсы мүмкіндігі болды. Өзінің айқас алдында берген уәдесін орында қылғындыру әдісімен қарсыласын жеңуге. Дегенмен Қорғанбай өте жақсы әдіспен сылтып шыға келді. Құтылды сол ақпаннан. Жақсы соққы алмасу сәті. Видно, что для Кургамбая это в целом большое испытание. Тяжело будет распределить правильно силы. Немножко лишнего веса. Немного лишний вес присутствует. Да и в целом. Ох, как пробил. И, по-моему, сам же получил небольшое повреждение. Боковые мощные удары от Кургамбая. Залетают, блокируют у сетки. И на удушение выйти может. Даже так Кургамбай нет. Гаврил Семенов. Вновь сверху. Вновь у сетки оказывается. И рычаг колена вышел. Есть победа Семенов. Жекпе-жек аяқталды. Шындығында бұл Семеновтың күткендей, уәде еткендей әдісі болмаса да, бірақ Ұлықбек Қорғанбай өзі де басын шайқап өкініп барады. Өз бұрышына әрине мұнда әдіске түсіп қаламын деп те ойламады. По-моему, получил повреждение изначально Кургамбай, и Семенов-то по факту даже не довел до конца свой прием, но просто на ту же ногу. Ранее травмировал его соперник. Бәлкім осы жарақат алған аяғының әсері де бар. Ұлықбек Қорғанбайдың күні бұрын айқасты тоқтатып, осылай енді уақытынан бұрын аяқталды бұл жекпе-жегіміз. Қалай дегенмен де... Сонымен құрметті қандар мен мырзалар, бұл жекпе-жек. Екінші раунд, бірінші минут 21 секундта аяқталды. Сабмишнмен жеңіске жеткен алаңның көк бұрышы Гаврил Семенов!